Сізге осы жағдайда оңға бұрылуды орындауға кірісуге рұқсат етіледі ме? Бұл правовой емтиханда келетін тест сұрақтарының бірі. Бұл жерде бізде жол беріңіз жол белгісі және оның астында бір бағытты жол екенін көрсетіп тұр. Бір бағытты жол дегеніміз бұл жерде барлық көлік құралдары сол жақтан оңға қарай қозғалады. Ал жол беру дегенді сіз қалай түсінесіз? Жол беру дегеніміз жол қозғалыс ережелері бойынша жолға жақындап келіп, жол беру жол белгісінің алдына сіз аялдайсыз және оңға солға қарайсыз. Басты жолда келе жатқан көліктердің жылдамдығын немесе жүру бағытын өзгертетіндей маневр жасамауыңыз керек. Ал егер де сіз ол көліктердің жүріс бағытын немесе жылдамдығын өзгертуге себепкер болсаңыз, сіз ол көлікке жол бермеген болып есептелесіз. Осы көлік секілді. Бұл көлік қазіргі уақытта ережені бұзып тұр. Ол сізге жол берген жоқ. Сол себепті бізде келген сұрақтарда біз жүк көлікке ешқандай кедергі туғызбауымыз керек. Бұл правовой емтиханда келетін тест сұрақтары. Автосалонға барып тест тапсыру үшін бізге сертификат керек. Сертификат және тест керек болса, профильге өтіп, сол жерге сілтеме арқылы WhatsApp-қа жазыңыздар.